Сәлем достар, мен ет асып жатырмын. Бұл сүр ет, иісі деген бүкіл подъезді алып кетті. Бірақ ет дегенмен бұл біз жасап жүрген еттен өзгешелеу. Бірақ дәл солай етті асамыз, қайнатамыз, сорпасына қамыр илейміз, жаямыз, бірақ кесеміз. Яғни біз жайып жүрген қамырдан өзгешелеу болады. Өйткені бұл шешен халқының жыжық галнаш деген тағамы. Егер сіздер өзіміздің етімізді, бешбармақ дейміз ғой, жақсы көретін болсаңыздар, бұл тағам да сіздердің көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Сіздерге жасалуын толық көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Мінекей ет 2 сағаттай болып қалды. Мен көп қайнатып жатырмын. Еттің жұмсақ болған жақсы көреміз. Сондықтан от души қайнатамыз. Баяу отқа қайнатып жатырмын. Бұл сүрет, мінекей көріңіздер. Сүрет, енді осының сорпасын майымен қоса тұздық аламыз ғой, сол сияқты аламыз, шарамызға мінекей құйып аламыз. Майлы, может, өте майлы болып кетеді десеңіздер, жай ғана майсыз алыңыздар. Осы сорпаға қамыр илейміз. Жыжық галнаштың талабы сондай деймін ба? Біреулер суға илеп жатады, негізі өзіміздің де қамырда сорпаға илесеңіздер өте дәмді болады. Және бұл қамыр тез желінеді ғой, қалып қоймайды. Жетеді деп ойлаймын. Енді осы шамалы суы тұру керек. Так, мынаған кішкене сәл ғана су құямын. Қайнай тұрсыздар 10-15 минут. Мынау сорпа суы керек. Өте майлы сорпа, сүр сорпа. Қамырдың дәмі керемет болады. Жұмыртқа ештеңе қоспаймын, тұзда қоспаймын, өйткені ет тұздалған. Тез суысын деп сапырып жатырмын. Мінекей мына сорпаға қазір нанымызды саламыз. Әлі қамыр илеген жоқпын. Мінекей сорпамыз суып тұр. Етті алдым, балбырап пісіпті, жұмсақ. Өте сүрленген ет қой енді. Бірақ дәмді. Сорпамыз суыды. Ошолы ресейлік ұн, яшкима деген. Көрейік. Опа. Тұз қосқан жоқпын. Татымды. Соғым сойғанда етті бірден тұздап жібереміз ғой, біз тұздап қоямыз. Тұз сіңген ет. Тағы да қосайық. Так. Осы партияны бір елеп алайық. Тағы да қосатын боламыз. Қамырды қаттылау илеу керек. Бірақ менің қамырларым, илеген қамырым үнемі ылғи жұмсақ болып шығады ғой. Мінезім жұмсақ қой менің мінезім. Мінезім жібектей жұмсақ. Көркем мінезді адаммын. Вот илейміз қарқоммен. Илеймін. Қамырымыздың иіні қанды.
екіге бөліп алдым ана илеген қамырды. Енді осыны жаям. Жұқа етіп жаймаймын, сәл қалыңдау болады. Біздің қамырымыз жұқа болады ғой, бұл қалыңдау болады. Где-то бір сантиметр емес, енді жарты сантиметрдей болады қалыңдығы. Жаямыз. Неге жайып болдым, не мынандай қалыңдық, жарты сантиметр. Одан да жұқалау енді. Негізі бұдан да қалыңдау етіп жаят. Байқауымша мынандай қалыңдық. Жұқалаплай кесеміз. 3 саусақ сиятындай етіп. 3 саусақ сиятындай етіп, жұқалау етіп осылай ұзынша етіп кесеміз. Кесіп аламыз. Ауылда бауырсақ кесеміз ғой, бірақ ода үлкенірек қой сәл. Бұл содан кішірек. Енді мұнымен жұмысымыз аяқталған жоқ. Енді осыны былай кесеміз. Бауырсақ кескендей, кішкентай бауырсақ, чак-чак. Бірақ қалыңдау болу керек. Бұл да әлі біткен жоқ. Негізі бұдан да сәл қалыңдау етуге болады, бірақ мен білмеймін осылай. Біз жұқанан үйреніп қалғанбыз ғой, сондықтан шығар осылай. Кесіп жатырмын. Осылай кесіп шығамыз, қазір көрсетеміз сіздерге. Осындай кішкентай бауырсақшалар. Мінеки турап шықтым. Мынадай кішкентай бауырсақшалар. Енді бұнымен жұмыс әлі біткен жоқ. Бұны шиыршықтаймыз. 3 саусақпен басамыз қаттырақ. Сондай сырғытамыз. Көрдіңіздер ме? Сонда нан жұқарады. Сорпаға дәмді болып піседі. Бұны галушки деп атайды екен. Мен жыжы галнаш деген осы, міне тағы да көрсетем. Мінекі 3 саусағымызбен қаттырақ басамыз да былай сыдырып жібереміз. Міне айналып осындай әдемі формаға ие болады. Өздері үйренген, қарап отырсам, мен шешендердің қолынан жеп көрген жоқпын. Мен мұны Құдай берген YouTube бар ғой, міне. Өзімде сол YouTubeға келдім. YouTube'дан қарап үйрендім. Өздері жылдам жасайды, және оларда қонақ шақырғанда бірнеше келіншек отырып алып жасайды екен. Біреу турап жатады, біреу осылай қиыршық жасап жатады. Өздері тез жасайды, үйреніп алсаңыздар, міне. Маған да қиын емес. Негіз бұлай тұрып алсаң, ұнды сеуіп жібереміз. Жабысып қалмау керек. Мына 3 саусақ. Басасың, сыдырасың. Басасың, қаттырақ басасың да сыдырасың. Басасың, сыдырасың. Қараңыздаршы. Айтпақшы, дүкенде сатылады осындай галушкалар. Бірақ қолмен жасаған енді өте дәмді. Мен ондай жек көрген жоқпын. Олар машинамен де жасайды. Ондай құрылғылар болады, арнайы галушки жасайды. Менің ойымша қолмен жасаған өте дәмді болады. Басын қыраймыз, сонда ол жұқарады қамырымыз. Шиыршықтан. Өте дәмді болып піседі, мына сорпаға піседі. Еттің нанын қанша 5-7 минут пісіреміз ба? Бұны 7-10 минут пісіреміз, қалың болғандықтан. Өте езіп жіберудің қажеті жоқ. Мен алдында 15 минут пісіріп жібердім, сөйтсем ол кішкене езіліп кетеді. Сондықтан 10 минут жетіп жатыр. Піседі 10 минутта. Қайнап тұрған сорпаға салсаң, 7-10 минуттың ішінде пісіп шығады. Ары қарай мен енді өзім жасай берейін. Сосын сіздерге сорпаға салған кезде көрсетемін. Галнашқа қандай
соус жасайды. Олар өздері өзгеше жасайды. Сорпаға картопты, піскен картопты езеді. Кәдімгі сорпаға картопты пісіріп алады, соны сорпаға езеді, чеснок қосады. Олардың соусы сондай. Жыры қалнаштың негізгі соусы сондай. Маған бірақ ондай ұнамайды картоппен. Мен айранмен жасаймын. Мынандай айран, осы айран маған ұнайды, Зенченко. Так, мінекей айран құямыз, осындай үлкен кесеге құямыз. Оған майонез жетеді. Чеснок. Мынандай 2 үлкен чеснок. Осы соус жақсы көремін. Свежий чеснок. Жарсын ғана етейік. Жеке ашып дәмін көреміз. Так, осы жетіп қалады. Және так, және бұған укроп қосамыз. Міне мынандай укроп. Қазір бұны өте ұсақтап тураймын. Ұсақтап турадық. Әдемілеп араластырамыз. Дәмін көреміз. Есінай. Универсальный соус. Бұны тек қана жыжық қалнаш емес, басқа да тағамдарға қолдануға болады. Мысалы, пельменге де қолдануға болады. Өте дәмді және өте пайдалы. Ішінде укроп бар, чеснок бар, айран бар. Тамақ, асқазанда тамақ жақсы қорытылады. Айран қосқым келеді, тағы да. Айран қосып жүрек. Айран басым болу керек та ішінде. Шамалы майонез қостық. Тамаша болды. Мінекей соусымыз дайын. Сорпамыз қайнап жатыр. Қазір нанды саламыз. Мінекей біздің галушкаларымыз. Екінші партия. Сорпамыз қайнап жатыр. Ет баяғыда пісті. Енді нанды бісміллә деп салып жібереміз. Оппа, кетті. Енді мынаны салып жүремін. Так, қазір камера ыңғайсыз болып тұр. Қазір салғаннан кейін көрсетемін. Салып жібердім. Сорпамыз мол. Бұлғап жүреміз. Астына жабысып қалмау керек. Ал жандарым, енді пісе қойыңдар. Дәмді болып, еңбегімді ақтап пісе қойыңдар. Жұрт қарап отыр. Жұрт не дейді? Көрші көлем не дейді? Дұрыс піспей қалса, дұрыс шықпаса, ұят. Әзіл. Қақпақ жауып 10 минуттай пісіреміз. Оған дейін етті турай берем. Оппа. 11-12 минуттай өтті. Назынанымыз пісті. Бұдан артық ұстаудың қажеті жоқ. Езіліңкіреп кетеді. Так. Ал енді істейміз. Бісміллә деп ала берейік. Сөндірейік. Ал. Айналайын наным. Мен сені енді алам. Мынада үлкен табаққа, кәдімгі өзіміздің табағымызға саламыз. Қараңыздар. Такие пупсики болып пісті. Қалай күшті. Езілмейді, бұнан рақат. Сорпаға үйленген
мынаның өзі көп жасағам. Жартысын үлкен әпкеме алып барам. Сондықтан все нормально. Жан бөлек салып алу керек. Қап. Ойламаппын, жарайды сала берейін. Осыдан салалармын. Мінеки. Соус, қалған ет. Мінеки біздің жыжық алнашымыз дайын болды. Мына соуспен жейміз. Айран соус. Қараңыздаршы. Керемет тағам. Жасалу оңай, әрине уақытты қажет етеді. Дегенмен жасап көріңіздер. Өте дәмді. Керемет тағам. Кез келген етпен жасауға болады. Халқым тамақ ішуге отырдық. Әпкем де келді базардан. Бүгін демалыс қой, базарға барған. Мінеки соусты араластырып жібереміз. Мынау таза қасық. Так, араластырамыз. Және мына жыжық алнашын үстіне осылай құямыз. Ал, дәмін көрейік. Сосын мінеки осылай жейміз. Ал, бісміллә. Тілі үйреді ғой, тілі үйреді. Міне етті деп атырып жеуге болады. Өте дәмді. Вот вам и жыжық алнаш. Супер. Бәрімізге ас болсын. Әпкем сорпа ішем деді Меке. Мен сорпа ішпеймін. Керемет дәмді. Ас болсын. Әр қазағымның үйінде дастархан бай болсын. Тек қуанышқа жайылсын. Айналайындар, қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк қойып, комментарий жаза кетіңіздер. Ашуланып, ұрсуларыңызға да болады. Бәріңді жақсы көрем. Құрметті достар, мінеки дастархан басына отырдық. Ет жеп жатырмыз. Мына артымыздың ұясы әлі жуылған жоқ, ұрыспаңыздар. Қазір тамақ ішіп аламыз, жүрек жалғап аламыз. Сәл шамалы демалып аламыз, содан кейін ыдысымызды жуамыз. Оған көңіл бөлмеңіздер. Шіркін, тамақты айтсаңыздаршы. Керемет дәмді. Айгүл қалай келді? Өте тәтті. Өте тәтті, балдай тәтті, өте дәмді. Әпкеме де ұнап жатыр. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ұрсуларыңызға болады, бүкіл эмоцияларыңызды шығарып, не болса соны жазуларыңызға болады. Ол менің арнамның жоғары көтерілуіне ықпалын тигізеді. Сондықтан баршаңызға алғысымды білдіремін.